Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз миксерсіз, оңай әрі тез жасалынатын және де бір жасағаннан ақ жұмсақ үлпілдек болып шығатын пирогты сіздермен бірге жасайтын боламыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды әкеп саламыз. Сосын 180 грамм шекерімізді қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Біз бұл жерде жұмыртқамызды венчикпен 1 минуттай кішкене көпіргенше араластырамыз. Сосын барып 300 грамм жылы сүтімізді қосамыз. Сүттің орнына 300 грамм айран қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте ерітілген 70 грамм сары майымызды қосамыз. Сары майдың орнына сұйық май немесе пісте май қоссаңыздар да болады. Ал ендігі кезекте ұнның кезегі. Мен осы пирогқа барлығы 230 грамм ұн қостым. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Сосын барып ұнымызға 1 пакет қопсытқыш қосамыз. Менде бұл 1 пакеттің ішінде 18 грамм екен. Қопсытқышымызды ұнымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы пирогтың толық құрамын мен видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Ұнымызды жақсылап тұрып араластырып болған соң, бізде осындай орташа сұйықтықтағы қоймалжың біркелкі қамыр шығады. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да пирогтардың рецептін таба аласыздар. Келесі кезекте бізге керек осындай пирог пісіретін форма. Формамызға пергамент қағазын төсеміз да, сосын осы қамырымызды құямыз. Үйлеріңізде пергамент қағазы жоқ болса, онда форманың шетіне, барлық шетіне май жағып шығыңыздар. Қамырымызды құйып болған соң, лопаткамыздың көмегімен тегістейміз. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіреміз. Мінекей, сіздердің пирогтарыңыз осылай қызарып пісуі қажет. Осы пирогтың піскенін таяқша арқылы білсеңіздер болады. Таяқшаңыз құрғақ болып шықса, онда пирогтарыңыз пісті деген сөз. Пирогымызды кесіп жеместен бұрын толықтай суытып алуымыз қажет. Суыған пирог өте дәмді болады. Сол үшін де пирогымыз суыған соң осылай пирогтарыңызды сәндесеңіздер болады. Мен қант ұнтағымен сәндедім. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай пирогтың үстіне сеуіп шықтым. Енді сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Қарасаңыздаршы, бұл жерде біздің пирогымыз өте жұмсақ кесіліп тұр. Және де пирогтың сырты қыдырлақ, ортасы жұмсақ болып шыққан, хош иісті, өте дәмді болып шықты. Осы пирогты сіздерден міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің қолдарыңыздан келетініне сенімдімін, және де бір жасағаннан шығатынына күмәнім жоқ. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы пирог қалай шыққанын комментарияға жазып қалдырыңыздар.